Сәлем достар, физика пәнінен ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындығымызды ары қарай жалғастырамыз. 4-ші нұсқаның 16-шы есебіне келген болатынбыз. Алдымен берілгенін оқиын. Теңізде жүзіп жүрген мұз кесегінің су бетіндегі бөлігінің көлемі 195 метр куб дейді. Мұздың суға батқан бөлігінің көлемін табыңыз деген. Берілгенін жазайын. Яғни суға батпаған бөлігі, 195 метр куб. Және мұздың тығыздығы беріліпті 900 килограмм метр куб. И теңіз суының тығыздығы 1030 килограмм метр куб деп беріліпті. Бізге осы мұз кезектің суға батып тұрған бөлігін тап депті. Енді қысқаша сызбасын салсақ, яғни теңіздің су болса, ішінде мұз кесегі жүр. Яғни оның В2 деген бөлігі батқан, ал В1 бөлігі батпаған. Енді осыған әсер ететін күштерді еске түсірейік. Әрине, судың тарапынан оған Архимед күш әсер етеді, және ол өзінің салмағы арқылы суға салмағын түсіреді. Енді оның салмағын біз қалай есептейміз? Массасымен G-ді көбейтіп есептейміз. Ал тығыздығы берілген жағдайда массасын, яғни көлемін 2 бөлікке бөліп тұрмын. Батырылған және батпаған бөлігі көбейтеміз G-ға деген сөз. Енді Архимед күші оны батырмай ұстап тұрған. Оны сұйықтың тығыздығы, батырылған дененің көлемі және G-ді көбейтіп есептейміз. Енді бұл жерде мұз кесек бұның бетінде батпай тұрса, демек мынау Архимед күші мен оның салмағы теңгеріліп тұр деген сөз. Яғни П мен Архимед күші тең деген сөз. Орнына қойайық мәндерін. П-ның мәні ρ В1 қосу В2 көбейтілген G тең болады. ρ су В2 суға батқан бөлігі көбейтілген G. Екі жақтан бірдей G-ді қысқартып тастайын. Сол кезде мынау мұздың тығыздығы, жақшаның ішіне көбейтсем, мынау ρ мұз көбейтілген В1 болады. Қосамыз ρ көбейтілген В2 болады. Келесі жағында ρ су көбейтілген В2 болады. Енді В2-сі бар бөліктерді бір жағына өткізсем, мына жақта тек В1 қалсын, келесі жаққа өткізейін. ρ су В2 азайтылған ρ мұз В2 болады. Енді ортақ көбейткіш В2-ні жақшаның алдына шығарсам, яғни В2-ні шығарып алсам, ρ су азайтылған ρ мұз болады. Осы жерден В2-ні тауып алайын. Ол мұнда көбейтіліп тұрса, демек В2-міз неге тең болады? Мұздың тығыздығы мен В1 көлемді көбейтіп, бөлемін ρ судың көлемі азайтылған ρ мұздың көлемі. Енді бізде барлық мәліметтер бар, орнына қойып В2-ні есептеуге мүмкіндігіміз бар. В2-ні есептейік. Мұздың тығыздығы 900 килограмм метр куб. Көбейтеміз. В1-міз 195 метр куб. Бөлеміз. Теңіз суының тығыздығы 1030 килограмм метр куб. Азайтамыз. Мұздың тығыздығы 900 килограмм метр куб. Есептейтін болсақ, бізде 1350 метр куб шығады екен. Яғни, мынау суға, теңіз суына батып жүрген бөлігінің көлемі 1350 метр куб деген сөз. Бұл есеп сіздерге түсінікті деген ойдамын. Келесі 17-ші есепті қарастырайық. 17-ші есеп. Алдымен берілгенін оқиын. Қысымы 4 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі паскал, температурасы 320 кельвин, оттегінің тығыздығын тап депті. Берілгенін жазайық. Бізде бұл 17-ші есеп. Қысымы берілген П тең 4 көбейген 10-ның 5 дәрежесі паскал дейді. Және температурасы оттегінің Т тең болады 320
20 Кельвин екен. Енді оттегінің молдық массасы берілген. Оттегінің бұл тең болады 32 көбейген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм метр куб. Және универсал газ тұрақтысы беріліпті 8,131 джоул бөлінген Кельвин көбейтілген молдың минус 1 дәрежесі. Бізге тап дейді, тығыздықты тап дейді. Осы оттегінің тығыздығы қанша дейді. Енді Менделеев Клапейрон теңдеуі бойынша P, V неге тең? M бөлінген M, R T-ға тең. Енді P-ны ғане қалтырып, V-ны теңдіктің келесі жағына ауыстырайық. Сол кезде қалай болады? P тең болады M, R, T бөлімінде V көбейтілген молдық масса болады. Бұл жердегі M мен V-ның бөліндісі бізде нені береді? Тығыздықты береді. Яғни біздің іздеп отырған тығыздығымызды. Теңдеуді қайталап көшіріп жазайын. P тең болады. Сонда ρ, R, T бөлемін M-ға болды. Осы жерден ρ-ны табатын болсам, пропорция көбейтіп, ρ неге тең болады тығыздық? P мен M-ді көбейтіп, оны R, T-ға бөлгенге тең. Бізде керекті мәліметтердің бәрі бар. Демек, бұл формуламен біз есептей аламыз ρ-ны. Орнына қояйын мәндерін. P-ны берген 4 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі паскал деп. Және молдық массасы бізде 32 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген мол. R 8,131 джоул бөлінген Кельвин көбейтілген мол. Және T бізде 320 Кельвин. Есептейтін болсақ, тығыздығы бізде жұқтанда 4,81 килограмм метр куб шығады. Яғни тығыздығы осындай болды. Бұл газдың тығыздығы әрине өте кішкентай. Балалар, осы екі есеп сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта жалғастырып талдаймыз. Рахмет, сау болыңыздар.